Үш нәрсе бар дейді, пайғамбарымыз айтады. Үш нәрсе бар дейді. Егер дейді, осы үш нәрсенің бірі бізден табылмаса дейді, онда оның жасаған амалы бір тиын дейді. Ол қандай үш нәрсе? Қазір соған тоқталамыз. Үш нәрсе бар дейді, пайғамбарымыз айтады. Ең болмағанда осының бірі біздің бойымыздан табылмаса дейді, фәлә тағудду бишшайин мин амали, оның амалынан болған ешбір нәрсе есептелмейді дейді. Ол қандай нәрсе? Бірінші тақуа. Тақуалық. Яғни Аллахтан қорқу болу керек. Намазға келе жатсыз ба? Таңертең тұрып. Сіздің жүрегінде Аллахтан деген қорқыныш болу керек. Сіз таңертең сәресіңізді ішіп, ауыз бекітіп атсыз ба? Сізде Аллахтан деген жүректе қорқыныш тұру керек. Сіз ауыз ашып жатсыз ба? Намазға кеп тәкбір алып жатсыз ба? Сізде Аллахтан деген қорқыныш тұру керек. Көшеде келе жатсыз, көлікте келе жатсыз. Үйде отырсыз, отбасыңызбен отырсыз, әке-шешеңізбен жолығып тұрсыз, сіздің жүрегіңізде Аллахтан деген қорқыныш тұру керек. Ол нәрсе дейді, адамды күнәға кетіруден тосады дейді, тақуалық. Сіз әкеңізбен сөйлесіп тұрғанда сіздің жүрегінде Аллахтан деген қорқыныш болу керек. Сол кезде сіз ол екі адамға, ата-анаңа зекіп қоюдан, дауыс көтеріп қоюдан сақтанып тұрасыз. Сіз көлікте келе жатқан кезде сіздің жүрегіңізде тақуалық болу керек. Алладан деген қорқыныш болу керек. Сонда сіз көзіңізді сақтап тұрасыз. Біреулердің сыртынан сөз сындаудан сақтанасыз. Сіз отбасыңызда отырғанда да солай. Сіз мешітке келе жатқанда да жүрегіңізде Аллахтан деген қорқыныш болса, мен біреу үшін бәленше мешітке келе жатырау деген нәрседен аулақ боласыз. Міне бұл адамда болу керек сипаттың бір екен. Екіншісі жұмсақтық. Адам жұмсақ бола білу керек. Яғни кешірімді біле болу керек. Сізге біреу зекіп қалды ма? Сізге біреу байқамай қол жұмсап қалды ма? Сізге әдейі біреу қол жұмсады ма? Сіз бірінші сабырлық қылыңыз. Қазақта айтады ғой, әліптің артын бағу. Міне болсы жұмсақтық дедім. Біріншісі ол тақуалық екен, тақуа Аллахтан қорқушылық. Екіншісі бұл жұмсақтық. Үшіншісі дейді, көркем мінез дейді. Егер адамның бойында осы үш сипат табылмаса, Аллахтан қорқушылық, жұмсақтық, кешірімділік және көркем мінездік табылмаса дейді, оның амалынан еш нәрсе есепке алынбайды дейді. Иншалла Алла тағала сіздер мен біздерді осы нәрселермен сипаттауды нәсіп етсін.